Таңғы 8-дер шамасында Алматы қаласынан шықтық. 11 болды. 300 шақырым жолды еңсеріп, біз қазір Жетісу ауданына қарасты Панфилов ауданының орталығы Жаркент қаласына келдік. Осы жерден қазір автобусқа билет аламыз, сөйтіп Құлжаға қарай бағытталып жатқан жайымыз. Міне, бұлда бір керемет сапар болайын деп тұр. Осы 2-3 күннің көлемінде Алматыдан Құлжаға барып келу сапары бойынша жақсы бір әңгімелер өрбітетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кешкі 18:00 Қазақстан Қорғас шекарасы. Шекаралық тексеруден өткен бойда автобусымызды күтпей жеңіл көлікке ауысып, Қорғас қаласының көрікті көшелерімен зәулім биік үйлерін тамашалап, көзіміз тоймай, біз қашан осылай боламыз деген арман жетегінде келеміз. Жаркенттен автобусқа билет алғанда Қорғасқа дейін алған дұрыс екен. Өйткені сіз автобустан бұрын шекарадан өтіп, ол көлікті күтіп, уақытыңызды текке кетіргенше, басқа көлікпен зулатып Құлжаға жеткеніңіз жеңіл болады. Бізде солай қателікке бой алдырып, басқа тигенде барып, деген бойда басқа жеңіл көлікпен Құлжа қаласындағы қонақ үйімізге жетіп алдық. Міне кешкісін 19:00 Құлжа қаласының орталығына келдік. Қонақ үйге жайғасып жатырмыз. Бүгінгі кешіміз енді аздап қаланың кешкі көрінісімен танысу болады. Содан кейін қалған ақпараттарды, деректерді беретін боламыз. Яғни Құлжа қаласына келгенде 3 сағат айырмашылық болады. Яғни Құлжа қаласы мен Қазақстанның уақыты 3 сағат айырмашылығы бар. Біз қазір 19:00-де Құлжа қаласының орталығына келдік. Демек Қазақстанда әлі сағат 4. Кешкісін мына Құлжа қаласының орталығында қазақ ауыл бар дегенді естіп, біз тағат таппай тездетіп бір шыны шайымызды іштікте қонақ үйден шыққан бойда осы қазақ ауылға келдік. Расымен де бір ғажап тура бір ауылға келгендей болдық. Шын мәнісінде керемет жасапты. Киіз үйлердің сапасын, ішіндегі берілетін тағамның, мамандардың қызметін барлығын қазір көріп тамашалайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құлжа қаласының орталығындағы қазақ ауылдың тыныс-тіршілігімен танысамыз. Қандай ғажап. Сыртында міне ою өрнектері, барыстар. Міне шаңырақ. Мына киіз міне кіре беріс жердің өзі міне осындай. Шамалы қазақы киім, қазақ стиль көрінбей тұр екен. Қалғаның бәрі оюланған. Міне қандай тамаша. Міне осылай көріністер, жеке шыныдан жасалған жеке отыратын бөлмелер бар, тамақтанатын. Мынау хан шатыр болу керек, енді үлкендеу, ерекше безендірілген екен. Мына ар жағында да қаншама дүниелер, тағамдар тасып жүр. Мынау кешкісін от жағатын жер болса керек. Міне қазан ошақ. Осы қазақша ән қойылып тұр. Тамаша дүние. 报告一下，他们2个不是邻居。让他听话，做听话，一句话听领导的话。好，要听长辈的话，把他们话的话，没问题。回家听老头的话。好，必须的，必须的。这句话好听，正经。你也是。 回家骗老公的，没有人老公，没有个老公，我一个老公。我帮你留吧。知道这个中国你新造一个我给你造一个好吗？好。Қазақтың қара шаңырағы, киіз үй. Қас шебердің көз майын тауысып жасаған туындысы. Көз жауыналар көркемде әсем.
дастархан аста төк. Тура бір құдасын күткен қазағымдай жайнатып жіберген. Құс сүтінен басқаның бәрі бар десек те әсте қателеспегеніміз. Қазақ елінің қонақтары келе жатыр дегенді естіп, молынан дайындық жасағандығы көрініп тұр. Қонақ үй саласы, туризм саласы, этноауыл саласының мамандары бас қосқан кеш болуда. Және айтады сұрайсыз. Розан Жирек, осы жаныңызда осы келген Достар. достар ма? Достарыңызды қызу қарсы аламыз дейді. Қою деген рахмет. Сіздермен танысқан сол қуаныштымыз. Мына бүгін Раушан ханыммен бірге жол түсіп, сіздердің мемлекеттеріңізге келіп қалдық. Көріп қуанып жатырмыз. Қонақжайларыңызға сонда қонақжайлы адамдар екенсіздер. Өздеріңіздің үлкен керемет мынандай іс бастапсыз. Ол деген енді бізде қола алмай жатқан нәрсе, сіз қаш етіп қазақ елі бүкіл өздеріңізге қаш етіп отырсыз. Сізге рахмет, алғысымыз бар сізге деген. Мен өте қуаныштымын. Мен танысқалы бері бұның қазақ театры болған. Кейін осы қазақ ауылын ашты. Сондай ризамын. Осы шалғайда, айдалада, Қазақстанымыздың ішіндегі жоқ мынандай керемет жақсы қазақ ауылын ашып, біздің салтымызды, дәстүрімізді, біздің барлық осы шын мәніндегі қазақтан шыққан нәрселерді көрсетіп отырғанына сондай қуаныштымын. Жаңа бауырсағымызды, біздің жаңа шайымызды деген сияқты сондай нәрселермен елді қызықтырып, шақырып, өнерін көрсетіп жатқанына қуаныштымын демекші.这个电话很有意义，幸福、快乐，是不是？我们5000年的历史，电话。尽情投演，唱起来吧，跳起来吧，电话。好的，接下来要跟随音乐一起嗨起来吧！首先是我们哈萨克族的黑球马，好，大家一起跳起来。Міне, Құлжа қаласының ортасында қазақы рухты дүркіретіп тұрған этноауылдан, қазақы ауылдан біз міне кешке көрінісімізді түсіріп біттік, от жақтық, керемет. Осындай қазақ ауыл Қазақстанның кез келген ауданында, облысының орталығында дүркіреп қайнап жату керек. Ол туризмде керек нысан. Құлжа қаласындағы екінші күніміз таң атты. Өзі саяхаттап келгенде қызықтың бірі тарихи орындарды көру, әдемі жерлерді көру, жақсы жерлерде тамақтану және базар ғой. Әзір базардағы тыныс-тіршілікпен танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мына біздің тұрған жеріміз Қазаншы деген орталық, туризм орталығы. Бұл жерде қазір енді таңертең ерте болғандықтан тек қана электромобильдер ғана тұр. Әйтпесе ат-арбамен келіп, бұл жерде мына Қытай түстен келген Қытайларды тасиды. Сосын бұл жерден бір жағынан заттар алынады, бір жағынан орталық көрінеді. Қытайдың жаңағы несі бар, әдемі музей сияқты. Сосын бұл жерде
махалла дейді ғой, олардың тұрған үйлерінің музей сияқты әр үйіне кіріп, сусын ішіп, үйін беріп, сөйтуге болады. Сондықтан бұл бізде Алматыда гостевой дома деп есептейміз, бірақ ол жерде тек қана барып ұйықтайды. Ал бұл жерде кешегі тарихи өмірін көрсеткілері келеді. Сондықтан іштен келетін қытайлар үшін ол қызықтырады да, сондықтан сол жағынан да бұл кәдімгі үйінде тұра жүріп ақша табатын өте жоғарғы деңгейде қойылған орталық, туризм орталығы. Сондықтан мен ойлаймын, бұндай нәрселерді біздің де ауыл жақтағы адамдармен келісіп жасауға болады, туризмді осылай дамытуға болады. Оның үстіне алыс емес жерде гармон музейі бар, соған баруға болады. Сондықтан туризм жағы бұл жерде өте жоғары деңгейде дамыған деп есептеймін. Қазаншы базарында шамалы жүріп көрдік. Бұл жерден көп жағдайда қолөнер шеберлері және қолдан жасалған бұйымдарды сататын базар сияқты. Туристік кешен, туристік орталық, сол саяхатшыларға арналған жаңағы бұйымдар көбінесе осы жергілікті шеберлердің қолынан шыққан бұйымдар көп екен. Қарап шықтық, бағалары жақсы, өте тиімді бағада сатып отыр. Жақсы, әдемі. Бір көріп аралап, саяхатшы ретінде бір-екі естелік зат алуға болады екен. Біз енді базарына қарай жылжып бара жатырмыз. Құлжаның базарын бірінен кейін бірін аралап жүрміз. Өзі әр көшенің бұрышында үлкен-үлкен сауда үйлері бар екен. Бізше оны базар дейді екен. Соның ішінде керек жарақтың бәрі бар. Бірақ бағалары әртүрлі, салыстырмалы түрде. Қазақстанға қарағанда арзандау, бағалары әртүрлі. Бірақ саудаласу керек екен. Ең бір қызығы саудаласады екенсің. Керектің бәрі бар. Жеміс жидек те бар, міне көше толған, қандай тамаша міне. Керегіңді алып жей бересің. Осы көшенің бұрышы үлкен базардың төрт бұрышына, Қазаншының төрт жағында асхана да бар, базар да бар, барлығы бар екен. Қуарей базардан шықтық. Техника көреміз дедік, киім көреміз дедік, көрдік. Базар үлкен, бірақ таңдау аз. Бағасы да арзандау, бірақ көп заттар Алматының бағасымен бірдей болып тұр. Енді көптеген жарнамалап алып жатады, ол енді қой балардан алдырады ғой деймін. Бірақ менің өзімнің ойым асықпай келу керек екен. Өзіңе нақты керек нәрсені таңдап алмасаң, іздеп алмасаң, былайша арлап жүре беруге адам шаршайды екен. Мына осы жердегі көп тұрған мына кісі осы жерде Цзиньцзян ұйғыр автономдық республикасына өте үлкен еңбегі сіңген. Осы қонақ үйдің аты осы кісімен аталады. Сондықтан еңбегі сіңгеннен кейін аты қалсын деп ары қарай ол кісінің еңбегін жалғастырып жатқан жайы бар. Одан басқа өздеріңіз көретін қонақ үй қазақ ауылын жасап отыр. Шын мәнінде әр халықтың өзінің мәдениетін көтеріп отырған азаматтың бірі деп есептеймін. Сондықтан бұл кісіге өте үлкен рахмет. Осы уақытқа дейін 10 жылдан асты мен осы Қытай мемлекетіне келіп жүргеніме Қазақстанның ертеңгісі тарихы жандана берсе екен деймін, салт дәстүріміз, әдет-ғұрпымыз қайтарылса екен деймін. Өйткені мынау анау шалғайдағы
Қытайда біздің қазақтардың салт дәстүрі мен әдет ғұрпын ол кісілер көрсетіп отыр. Одан да басқа тағы әдемі мәдени орындар бар. Соның барлығын қалай дамытып отырғанын көріп отырмыз. Қайтар күнімізді текке өткізбейік деген ниетпен Құлжа көшелерін аралап шығуды жөн санадық. Құлжа қаласы көп жағдайда өзінің байырғы көрінісін сақтай біліпті. Көшелерде қарапайым, үй құрылыстары да өзгеше. Әсіресе саяхатшыларды қызықтыратын базары көп. Қала орталығындағы заманауи сауда орталықтарына қарағанда, осы жайма базарға келуші, тамашалаушы, саудасын жасап қайтушы адам көп екен. Біз де азды көпті аралап, тамашалап шықтық. Құлжа қаласына саяхаттап келуге өте бір жақсы қызықты жер, 2-3 күнге. Онда да күтіп алатын адамыңыз болса, жайғасатын қонақ үйіңіз жақсы жағдайда болса, жақсы жерде болса, мейлінше топпен келу керек екен, арнайы туристік топпен. Сонда арнайы гид болады, сіздерде жол бастаушы болады, базарлатады, көрсетеді, бәрін алып жүреді екен. Бірақ асықпай келу керек екен. Ал енді сауда жағдайымен келгенде, онда да асықпау керек екен, арнайы адам болу керек екен. Баратын, алатын заттарыңызды білу керек екен. Ал енді жай ғана өзім киініп кетем десеңіз, онда да жаңағы сапалы фирмалы дүкендер бар, солардан барып киінуге болады, жақсы. Аралап шығатын 1 күндік, 2 күндік, 3 күндік саяхаттап шығатын қала. Өз басым, жеке басым, солай туризм бағытында саяхаттап келуге болатынын түсіндім. Өте жақсы.